Сәлеметсіздер ма, оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы «Адамдық диханшысы» өлеңі. Оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Олай болса, оқушылар, Ахмет Байтұрсынұлының өмір шығармашылығына қысқаша тоқталайық. Ахмет Байтұрсынұлы көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұстаз, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ілімінің және түркологияның негізін қалаушы ғалым, ақын, публицист. Жастайынан ұстаз болуды армандаған Ахмет туған елі Торғайда ауыл молдасынан білім алып, сауатын ашқан соң Орынбордағы мұғалімдер семинариясын бітіреді. Сөйтіп, туған өңірі Қостанайдың ауыл мектептерінде мұғалім болып бала оқытты. 1904-1906 жылдары Қарқаралыда орыс қазақ мектебін басқарды. 1909 жылдан 1917 жылға дейін Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының ұлттық сана сезімі мен намысын оятқан маса өлеңдер жинағын Иван Крыловтың 46 мысалын аударып шығарды. Ең маңыздысы, ана тілін пән ретінде оқытатын арнайы оқу құралы және тіл құралы атты оқулықтар жазды. Бұл еңбектерде ғалым Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліпбиін түрлендіріп, араб графикасы негізінде төте жазу үлгісін ұсынады. Сөйтіп, қазақ әліпбиінің жаңа әрі қолайлы нұсқасын жасап, қазақ тілі грамматикасының және жалпы қазақ тіл білімі ғылымының негізін салды. Ресей және Еуропа ғалымдарының пікірінше, Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған жаңа қазақ әліпбиі озық жазу үлгісі болып шықты. Яғни, қалай жазылса, солай оқылатын біркелкі концепция қалыптастыру үлкен ғылыми жаңалық болды. Қырғыз, қарақалпақ және башқұрт халықтары өз әліпбиін жасағанда Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған емле үлгісін пайдаланды. Ал кейінірек қазақ тілін латын және кириллица әліпбилеріне көшіру кезінде де Ахмет Байтұрсынұлы жасаған жүйе негізге алынды. Міне, оқушылар, барлығымыз Ахмет Байтұрсынұлының өмір шығармашылығына тоқталдық. Олай болса, Ахмет Байтұрсынұлының «Адамдық диханшысы» өлеңіне тоқталамыз. Адамдық диханшысы. Адамдық диханшысы қырға шықтым, көлі жоқ, көгалы жоқ, құрға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым ектім, көңілін көгертуге құл халықтың. Қор болған босқа кетіп еңбек бейнет, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет. Оттай бер жануарым екі аяқты, адамдық қайуанға қанша қажет. Жаратқан малды Құдай не керекке, мінуге, сою соғу жүндемекке. Жорта бер қамыт киіп қамшыңды жеп, бұйрық жоқ ұрасың деп үндемекке. Таяққа етүйренген қойшы жайлап, көгесек қозғалама түрткен қайдап. Есептен алданғандай болғандар көп, жасықты асылма деп білмей қайрап. Бұл міне, оқушылар, Ахмет Байтұрсынұлының «Адамдық диханшысы» өлеңі. Олай болса, оқушылар, тапсырмалар бөліміне көшеміз. Біздерде бірінші тапсырма «Адамдық диханшысы» өлеңінің тақырыбы мен идеясын анықтайтын тірек сөздерді тауып, өз сөзіңмен тұжырымда. Кесте бойынша тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы мұқият орындайды деген сенімдемін. Олай болса, оқушылар, екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма өлеңнің негізгі идеясын үш сөйлеммен тұжырымдап, ойыңды мақал мәтелмен түйіндеп жаз. Бұл тапсырманы да сәтті орындайды деп сіздерге сенемін. Оқу тапсырмасы «Мен адамдық диханшысымын» тақырыбына эссе жазу,
эссе саны 40-50 сөз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.